Жанали оқушымен өтеді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы домбыра қоңыр үні, Қостанай қоңыр күйі деген Нұрхан Ахметбековтің жеңіс күйіне арналады. Енді біздің Қостанай өңірінің мектебінің ерекшеліктерін таныстырып, біздің күйлеріміздің осы өңірдегі тәсілдерін орындауын бізге осы сабақта естиміз, үйренеміз, Жанали. Шағын фрагмент күйлерін. Бүгін біз Нұрхан Ахметбековтың жеңіс күйімен жұмыс жасалады. Енді Нұрхан Ахметбеков жайлы айтып кететін болсақ, бұл күйші композитор Қостанай облысы Жангелді ауданында Жанкешу ауылында дүниеге келген. Біздің бұл композитор күйші атамыз. Енді бұл күй туралы біз алдыңғы сабақта тыңдағанбыз. Енді бұл күй туралы сен не айта аласың? Бұл күйді не үшін бізге жеңіс деп қойған атын? Бұл күйді Амангелді батырлар шығарған. Амангелді батырларымызға арналған күй, жеңіс күй деп сол үшін аталыптыр. Жақсы. Бұл күйдің бізге ерекшелігі қандай? Біздің дауысы қандай ерекшелігі біздің? Үні қандай? Бізге қандай естілді сен алдында тыңдағанда? Қоңыр, жұмсақ. Сол біздің батырларымыздың жеңіске жеткен әуені бізге естіледі. Жақсы. Енді қазір біз домбырамызды келтірейік. Бұл күйді бастамас бұрын, Жанали, кішкене қолымызды жүргізіп алайық. Саусақпен жұмыс, алма кезек қағыс қанеке қолымызды. Кішкене жүргізіп алдық, қане. Енді мына жеңіс күйіне бірінші бізге қарап аламыз. Кілт белгісінде бізде қандай өлшем бірлік тұр? Жеңіс күйінде? Төрттік ноталар бар, бір тақтыда. Қанеке, енді жеңіс күйінің бас жағын асықпай орындап көреміз. Қанеке. Мынау белгілі қандай белгі деп атайды? Лига, Бұл күйде ерекшелік бізде лигамен жұмыс. Лиганы жұмсағырақ алып, бізге осы жерде барлық күйдің басынан, ортасынан бастап бізде лига тәсілі бізде көрсетілген мына жерде. Кәнеке енді басынан бастап мына жерде жұмсағырақ алуға ойнап көріп, кәне басындағы да.
мына бір жерде 16-лық ноталарды анығырақ, тазарақ алуға тырыс. Мына жерде сольдан ляға дейінгі буын, мына жерде бас буындағы ляға жеткізуге тырыс. Таза қылып ал, ешқане ля соль дегенді. Ля соль, сольдің үстіңгі шектен. Ми фа соль ля деген жерден. Ми фа соль үстіңгі шектен. Ми фа қағысты өсіп дейміз, ек төмен ек жоғары. Ми фа ек төмен қағысың. Енді орта буынға түскен кезде бізде мына жерде сен неге асығасың? Мына жерде ек төмен ек жоғары қағыс алғанда мына жерде сен жылдам қозғалып жатсың. Қанекей көш ортаға буынға. Енді мынау неге осы күйдің ерекшелігі бізде лигамен жұмыс істедік, сосын 16-лық ноталарды бір келкі бір қалыпта ойнау, бір ритмде ырғақта ойнау. Енді орта буынға түсек қане, до, ре, ми, фа деген жерден. Басынан бастап, асықпай бір ырғақта ойнаймыз қане. Ансамбль ретінде, қанекей бірге. Басынан бастап кеттік. Лигамен жұмыс жасаған кезде жұмсағырақ басып, пернені басып ойнап көрсету керек. Қоңыр дыбысты әуені жұмсақ естілу керек. Лиганың дыбысы бізде естілу керек. Мынау жерде басында да бізде мынау лига ойналады. Орта буынға түскенде де мынау ля, до, ре, ми дыбысы бізде лига басылғанда әуені ми дыбысы естілу керек. Жақсы. Енді жеңіс күйіне біз қандай мінез береміз? Жеңіс күйі қандай бізге әсер береді? Жеңіс деп аты айтылып тұр, өзі. Қандай бізге әсер береді? Бізге
ол соғыста жеңген, жеңіске жеткен жеңіске жеткен күйлердің бізге мінезін адамдарға не істейді? Көрсетесің, иә, ойнаған кезде, тыңдаған кезде не істейді адамдар? Сезіне ма? Жеңіске жеткенін біздің батырларымыздың, иә? Жақсы. Осы біз Қостанай өңірінің композиторларының күйлерін білсін, танысын деген осындай мақсатпен біз жеңіс күйін алған болатынбыз, иә? Жеңіс күйі, сосын біз қандай күйлерді білесің тағы? Амангелді дүбірі, Анар Мұздаханова деген атақты біздің композиторымыз, күйші апамыздың күйлері бар. Жақсы. Сол күйлермен бізге ұлттық мұраны бағалау, аспапқа деген құрмет, өзіміздің Қостанай облысының композиторларының, күйшілерінің күйлерін дәріптеу ретінде бізге осы күйді таңдаған болатынбыз, иә? Бізде алда облыстық конкурс келе жатыр. Осы конкурске бізге дайындық, осы күйлерді орындау саған мақсат, иә? Осы конкурсқа қатыссақ деген біздің арманымыз бар, иә? Жақсы. Бүгінгі сабағымыз осы Қостанай өңірінің композиторларының, күйшілерінің арналған сабақ болатын, иә? Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Жақсы. Енді келесі үй жұмысына мынау жеңіс күйінің не істейсің? Лигалармен жұмыс жасап келесің, иә? Лигалардың жұмсақ алуға ойнаған кезде қоңыр естілуіне, үйде пернені басып, дыбыстар таза шығуына үйде қадағалайсың. Жақсы, иә? Жақсы. Осымен бүгінгі сабағымыз